Баршаңызға сәлем, ас арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дамские пальчики тортын дайындайтын боламыз. Бар болғаны 4 қана ингредиенттен тұрады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Жасалу жолы оңай әрі тез. Алдымен ыдысымызға су құямыз. Судың үстінен сары май саламыз. Сары май міндетті түрде 82,5% болу керек. Май еріген соң үстінен ұн саламыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілу керек. Және осы кезде оттың астын басып, жақсылап массаны араластырамыз. Өте жай отта масса біркелкі болғанша араластырып отырамыз. Араластыру барысында біз артық буыларды шығарып тастаймыз. Қарасаңыздар, ыдыстың түбінде бізде осындай налет пайда болады. Осы кезде бізде қамырымыз дайын болды деген сөз. Яғни қамырдың бойындағы артық бу, яғни влаганы шығарып тастау керек. Енді қамырымызды бөлме температурасына дейін суытуымыз қажет. Сосын барып жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаның барлығын бірден салмаймыз, яғни шетінен біртіндеп отырып салып араластырып отырамыз. Соңғы 5-ші және 6-ші жұмыртқаны қосатын кезде қамырымыздың консистенциясына қараймыз. Яғни қамырды беті жылтыр, яғни глянцевый болса, біз жұмыртқаны қосуды тоқтатамыз. Мұнда қамырдың беті әлі жылтырамады, яғни соңғы 6-ші жұмыртқа қалды менде. 6-ші жұмыртқаға келгенде жұмыртқаны осылай араластырып алып, жартысын қостым. Араластырамын, қамырды байқаймыз, әлі дұрыс жылтырамады. Яғни соңғы 6-ші жұмыртқаның барлығын қостым. Сонымен менің қамырым дайын. Дайын болған массамызды кондитерлік мешокқа салып, басын кесіп, ыдысымызға өзіміз ұнайтындай етіп формада құйып аламыз. Қамырымыздың барлығын противенге жайғастырып болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пеште 220 градуста 15 минут ұстаймыз. Сосын пештің градусын 180 градусқа азайтып, қызарғанша 15-20 минуттай ұстаймыз. Енді крем дайындаймыз. Крем үшін мен 33% кілегей қолдандым. Және қойылтылған сүт қостым. Және 20% қаймақ қостым. Барлығын өзін ұстай алатын масса болғанға дейін миксерлейміз. Енді піскен пальчиктерімізді жеке-жеке кремге ауната отырып, тарелкаға осылай жайғастырамыз. Барлығын ыдысымызға осылай жайғастырып болғаннан кейін кондитерлік қалташаға Қазақстан шоколадын салып, ертіп алып, торттың бетіне осылай құйып шығамыз. Торт өте дәмді шықты, жасап көруге кеңес беремін. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, ас болсын.